Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Нұршахар. Бүгін сіздерге мойынға тағуға арналған сунут тоқып үйретемін. Көптен бері арнамда жаңа видео шықпады, сондықтан да менің видеомды соңына дейін көріп, арнама жазылуды ұмытпаңыз. Олай болса, жұмысымызды бастаймыз. Ең алдымен достар, сіздерге қажетті құралдарды таныстырып өтейін. Бізде Alize Lana Gold 100 грамда 240 метр. Және де крючок номері 4. Алдағы менің екі сабағымда ерлерге және әйелдерге арналған шапка түрін тоқуды үйреттім. Енді дәл соған үйлестіріп, мойынға тағуға арналған сунут тоқып үйренеміз. Ең алдымен достар, осылай ілмек жасап аламыз. Содан кейін 1, 2, 35 воздушный петлялаймыз. 3, 2, 3, 4, 5. Мінекей достар, мен 30 воздушный петля теріп алдым. Мінекей қараңыздар. Сіздер өздеріңіз сунуттың ұзындығы қандай болсын десеңіз, сонша воздушный петля теріңіздер. Маған осы 30 воздушный петля жетеді. Сол себепті бұл бізде воздушный петля сунуттың ұзындығы. Сондықтан өздеріңіз қысқартып, көбейте аласыздар. Содан кейін бір воздушный тереміз, ол тоқуға арналған воздушный петля. Енді одан кейін біріншіден бастап столбик без накид тоқимыз. Столбик без накидтің тоқылу жолын қалай екенін өздеріңіз үйреніп біліп қалған боларсыздар. Ал егер де сіз менің арнама жаңадан кірген болсаңыз, менің арнамда 0-ден бастап үйрену сабағы бар. Мен сіз үшін описание бөліміне тастап кетемін. Қарап, көріп, үйреніп алыңыз. Менің арнамды көбінесе 100-ден 36% ғана тіркеліп көреді, ал 100-ден 64% тіркелмей көреді. Сол себепті менің арнама жазылуды ұмытпаңыз. Сіз егер менің арнама жазылсаңыз, менің сізге деген, сіздің маған деген ризашылығыңыз болар еді. Мінекей достар, біз дәл осылай столбик без накидпен осы 35 воздушныйды теріп тоқып шығамыз. Мына жерге де тоқимыз. Соңғысын тоқыдым. Енді қараңыздар, бір воздушный тереміз да. Содан кейін жұмысымызды кері айналдырамыз. Содан кейін мынау тұрған біріншіден емес, одан кейінгіден қарасаңыздар, 2 өрім тұрғы, соның ар жақ бетіндегі бір жақ бетін ғана тоқимыз. 1, 2, 3, 2. Көрдіңіздер ғой, мен тек әр жағындағы бір ілмекті ғана алып жатырмын. Міне мынау 1, мынау 2 тұр ғой, соның екінші ілмегіне. Қараңыз, екінші ілмегіне іліп, шығарып, тоқып жатырмын столбик без накидпен. Дәл осылай бір жақ бетін тоқып, столбиктің соңына дейін тоқимыз. Мінекей соңына келгенде осылай 2 жағынан да алып тоқисыз. Содан кейін тағы да бір воздушный көтереміз да. Мына жерден арғы бетінен бастап. Не көріңізші, қараңыз. Біріншін екеуін бірге алып тоқыңыз. Содан кейін келесінен бастап арғы жақ өрнектен тоқисыз. Екі өрнектің только әр жағындағы
жіптен алып тоқимыз, ар жағында тұрған жіптен алып тоқимыз. Дәл осылай өз өлшеміңізге дейін тоқи бересіз. Менде бұл сунут үлкен қыздарға, ересек студент қыздарға арналған. Сол себепті осындай ұзын, және де қараңыздар, біз дәл осылай қайталап, ешқандай өзгеріссіз қайталай береміз. Қайталаған кезде қараңыздар достар, міне екі бетінде де мынандай өрнек түсті, бір, мына жақта да бір, иә. Дәл осындай біреуден санағанда ұзына бойы 40. Осындай ойықтан 40 болу керек қой. Көріп тұрсыздар ғой. Не? Зигзаг болып тоқылады ғой өзі. Осылай өсіп тоқылады. Сол зигзагтың қырын санағанда 40 болу керек. Мысалы, міне қараңыз. Мынау бізде детский сунут. Енді қараңыз. Міне мен мына жерден бастап есептеп санасам, міне көрдіңіз ғой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деген сияқты дәл осылайнан осылай қырын қосқанда общий 40 тоқуыңыз керек. Мінекей достар, мен тоқып болдым. Міне осындай. Менікі осылай болып шықты. Енді екеуінің ортасын қосамыз. Ол үшін ең бірінші басын алып, кейін басымен өткіземіз да. Екеуін қатар қоямыз да. Мына тұрған мынау бірінші бетінде көріп тұрсыздар ғой. Бұл жақта бір петлядан кейін сала береміз. Ал мына беттен екі жақтаудың өзіміз жағымыздағы, бер жағындағы, яғни бер жағындағы петлядан тоқимыз. Мына жақта бірақ петля болғандықтан оны осылай бірге ала береміз. Ал мына жақты қараңыздар. Мынаны былай арасына қосып тоқып жүрсеңіздер болады. Осылай аламыз да. Жай ғана осылай тоқи береміз. Мына жерден ортасынан аламыз да. Мына бетіндегі біріншін ілеміз да, осылай шығарып тоқимыз. Біз бір жағымен ғана тоқитын едік қой, дәл сол сияқты міне бір жағымен тоқимыз, мына бір жағы осылай қала береді. Бір жағы осылай қала береді. Дәл осылай еш өзгеріссіз қатардың соңына дейін тоқимыз. Мінекей достар, мен келдім, соңына дейін тоқып болдым. Енді қараңыздар, дәл осы жерден алып қиып тастаймыз. Міндетті түрде достар, содан кейін жасырып кетеміз. Дәл осылай арасына жасырып, жіптің ұшын міндетті түрде жасырып кетеміз. Мына бетінде қосып тоқып жүрсеңіздер де болады, кейіннен жасыра салсаңыздар да болады. Дәл осылай жасырамыз да
мына келесі бетіне айналдырамыз. Бұл кезде достар қараңыздар, бізде уже байқалмай кетеді. Бұл біздің арты деп белгілеп қойсаңыздар болады. Мінекей, сонымен біздің мойынға арналған сунут дайын. Дәл осылай тоқсаңыздар оңай болады. Көп жерде көп тоқымашылар специямен тоқуға қиынсынады, сол үшін де крючокпен дәл осылай тоқып алсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін көптен көп рахмет айтамын. Менде алдағы уақытта көптеген сабақтар болады, сондықтан да менің арнамнан алыстамай, арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Тоқыған жағдайда менің WhatsApp желіме фото есеп жіберсеңіз болады. Өте әдемі, өте ерекше. Өзіңіз қызыңызға тоқып беріп қуантыңыз. Олай болса келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.